етті бұлай жұлмалап тастамас еді. Соны айтсаңшы. Мынаны осылайша өздерің бұзып тастағансыңдар ма? Жоға, ұрының ісі ғой бұл. Мұнда адам бұзып кірген сияқты. Ал етті жануар жұлмалаған. Бірақ еш жануардың ізін көріп тұрған жоқ. Таныс қойыңдар. Біздің жаңа учаскелік полицейіміз Бішкектен келген, аты Ұлықбек. Ал мына жігіт ауылдың мерген аңшылардың бірі, аты Сапар. Ассаламағалейкум, Ұлықбек. Сапар, Танысқаныма қуаныштымын. қаладан кейін бұл жерде қиналып қаласың ау. Ал не болды? Таптыңдар ма? Айтыңдаршы енді. Ай, біз күтіп тұрмыз ғой, айтсақ. Не істедіңдер? Таптыңдар ма деймін. Кімнің алған онсыз да белгілі ғой. Оны алған, оны ес алған. Оны мен жақсы білемін. Мирапай, сабыр. Біз заң аясында әрекет етуіміз керек. Білеуімше Тұрат мылқау, ол сөйлей алмайды ғой. Оның аузынан не естейін деп едіңіз? Естейтін несі бар, осының алған анық қой. Мира, айналайын тұра тұршы. Түсінем, етіңді ұрлап кетті, қапа болып тұрсың.